Білесіз бе, бұл елде футбол жанкүйерлерінің өз діні бар, ал құдайлары әйгілі Диего Марадона. Бұл Аргентина мемлекеті. Атамызға айналған футболшы Диего Марадонаның жанкүйерлері 1998 жылы аталмыш діннің негізін қалаған. Көшбасшысы Эрнан Амос деген кісі. Ең басты шіркеуі Аргентинаның Росарио қаласында орналасқан. Айтпақшы, Аргентина авиаселс KZ. Игіліктің бәрі А әрпінен басталады. Авиаселс KZ. Арзан әуе билеттер іздеу жүйесі. Өздерін Марадона шіркеуі деп атайтын дін өкілдері қазіргі таңдағы саны 200 мыңнан асып жығылған екен. Олардың өз киелі кітабы бар. Ол Марадонаның автобиографиялық Эль Диего кітабы. Бүкіл ел аумағында ашылған шіркеулерде қасиетті Марадонаға бағышталған иконалармен және мүсіндермен әрленген. Қызығы, аталмыш шіркеудің ерушілерінің қатарында әйгілі Лионель Мессидің өзі де бар. Десек те, Марадона құдайдың ерушілері оны толық түсініктегі жаратушы деп есептемейді. Олардың пікірінше, Иса Мәсіх адамзаттың құдайы, Диего Марадона футболдың құдайы. Солай.